Көнеде қазақтың дәстүрінде ауылға сал-серілер, өнерпаздар келген кезде осындай базар баяны болатын. Базарға келіп, хабарын жеткізіп, хабар салатын. Біз енді бүгін Алатау театрының атынан сол көне дәстүрімізді жаңғыртып, соны көрсету мақсатында Астанадағы бір базарға келдік. Алла қаласа, қазір соның сіздерге үлгісін көрсетіп көреміз. Қабылдап отырыңыздар. Ай, бісміллә, сөз бастасам, өмір гүлсін, қазағым қайғашанда көңілдімсің. Саудаңыз базарлы бей қазақтар, өніміңнен түк қалмай қолың жүрсін. Сендердің дидарыңды көрген кезде алдыңа тұра қалып төгілдімшін. Ауылдың қасиеті ағасында, орманның қасиеті ағашында. Алматыдан Алатау театры кеп, ойын қоймақ есілдің жағасында. Түр-түрлі әнші биші өнерпаз бар Алатау театрының арасында. 3 күн бойы ойын сауық қоямыз біз, қазақтың ойнақ салған даласында. Бірінші күн Айман Шолпан Мұхтар жазған, келетін әдебиеттің саласында. Саудасыз базар сәні келуші бе, 2000-нан билет бар, аласың ба? Ол еркеңді еркелетер ертегі бар, тәрбие берет десем нанасың ба? Әр қазақтың баласы келе алсын деп 1000 теңге қылдық оның бағасында. 3-ші күні болады Алтыбақан, көрсетер күллі өнерпаз шамасында. Қашамағы базарда жүресіңдер, ағайын сол қызыққа барасың ба? Өз көзіңмен көрмесең Алатауды өнердің қызығына қанасың ба? Тентіреп бұл базарда жүргеніңмен жаныңның жазалмайсың жарасында. 24 сағат сауда жасасаң да әлемнің бар ақшасын табасың ба? Бүгіннен бастап бәрін келіңіздер, болатын кешкі 7 шамасында. Жүрегі бар қазақтың бәрі келсін, егерде саңлау болса санасында. 5 күндік бұл жалғанда ағайындар, 3 күндік қызығыңнан қаласың ба? Ал қол жүрсін, саудаларыңыз жүрсін, сіздерді театрда күтеміз. Аман болыңыздар барлықтарыңыз.